Нейрохирургтың шұғыл көмегін қажет ететін баланың ата-анасы мен туыстары біздің телеарнаға хабарласты. Екібастұзда бұндай маман жоқ, сондықтан баланы Павлодарға санитарлық авиация алып баратын болды. Және қандай жағдайда баланың басындағы зақымның пайда болуы мен бас сүйегінің сынғаны қазір анықталуда. Теперь ребенок находится в реанимации. Бала балалардың жарақаттану бөлімінің жансақтау бөлімшесінде жатыр. Оның басында гематома бар, бас сүйегі сынған, бауыры зақымданған. Ол құлап қалды деген күдік бар. Перзентхана мен баланы құлатып алды деп отыр. Бірақ мен құлатқан жоқпын. Қазір аздап тыныштандым, бұған дейін жылай берген едім. Дегенмен барлығымыз қатты уайымдаудамыз. Бұл бейне көрсетілімді жасана Жансая Жетпісбай жаңа туған нәрестелер патологиясы бөлімшесінде түсіріп алған. Кадрда баланың денсаулығы жақсы және тыныш жатқанын көрудеміз. Ал мына фотосуретті Жансая сәбиінің басының пішіні өзгергенін көзбен көргеннен кейін түсірген. В отделении патологии новорожденных Жаңа туған сәбилердің патологиясы бөлімшесінде белгіленген режим бар. Әр 3 сағат сайын барып баланы тамақтандыратымын. Маусымның 21-інде белгіленген уақытта барып тамақтандырып жүрдім. Сағат 17 мен 18-дің аралығында баланы тамақтандырғаннан кейін өзім дәрігерлік тексерістерден өттім. 3 сағат өтпей жатып, жаңа туған сәбилер патологиясына мені шақырды. Оған таң қалып, жылдам бардым. Әдетте бала палатада кереуетте жататын. Мен 19 сағат 50 минутта барғаным кезінде бала медбикелер бекетінде екенін көрдім. Медбикемен бірге палатада баланы өлшедік. Ол кезде баланың сыртқы жағдайына назар аудармаппын. Кейін жуындырып алып, жайлыққа орай бастағанда ғана басының пішіні өзгергенін байқадым. Бұдан соң баланы рентгенге түсірген және анасының өтініші бойынша суретті көрсеткен. показала мне трещину. Онда бас сүйегінде жарық бар екенін байқадық. Менен баланы құлатпадың ба деп сұрады. Мен құлатқан жоқпын деп жауап бердім. Бұған дейін 1 ай бойы баланы үйде күтіп, жуындырып жүрдік қой. Енді маған баланы дұрыс ұстай алмайсың дегендей сыңай білдіруде. Мүмкін құлатып алған шығарсың, мүмкін бір жерге соғып алған шығарсың деп отыр. Мен баланы құлатқан жоқпын. Ол менің балам. Шын мәнінде құлатып алсам да, оны мен жасырмаймын ғой. Мен баламды ешқашан құлатқан жоқпын. Ешқайда оны соғып алған жоқпын. Оны дұрыс күтіп бақтым. Олар өздерінен бүкіл жауапкершілікті алып тастағысы келеді. Барлығын баланың анасына жауып отыр. Ал анасы басқа палатада бала осында болған жоқ па? Осындай жағдай орын алды. Сондықтан жасаған адамды жауапкершілікке тартқымыз келеді. Мекемеде ішкі бейнекамералар, кезекшілікте кім болғаны туралы жазбалар бар. Осының барын анықтауға болады. Перзентхана бүгінде қалалық аурухана жүйесіне енеді және оның басшылары перзентханада бейнебақылау камералары жоқ деп отыр. К сожалению, да. Өкінішке орай осындай жағдай біздің перзентханада орын алып отыр. Қазір балаға қаншалықты зақым келгенін анықтап жатырмыз. Облыстық аурухана мамандарымен кеңесудеміз. Бала облыстық аурухананың нейрохирургиялық бөлімшесіне ауыстырылады. Бұл факті бойынша қызметтік тергеу жүргізілуде. Оның қорытындысын кейін қоғамға жеткіземіз. Баланың жағдайы тұрақты, өміріне еш қауіп жоқ. Бұл оқиғаға қатысты қызметтік тергеу тағайындалды және менің білуімше қылмыстық тергеуде жүріп жатыр. Баланың әкесінің сөзіне қарағанда, олар полицияға да өтініш берген екен. Ал перзентхана өз тарапынан қызметтік тексерісті бастапты. Сюжет дайындалып жатқанда баланың ата-анасымен тағы бір рет хабарластық. Әкесінің айтуы бойынша түскі 1-лер шамасында сәбиді санавиациямен Павлодарға облыстық ауруханаға алып кеткен. Анасы баласының жанында. Сондықтан кішкентай Ханзада дертінен тез айығып, үйіне аман-есен оралады деп үміттенеміз.